Азия құрлығында күрестің барлық түрі жақсы дамыған. Боз кілемде белдескендер арасында әлем чемпиондары мен Олимпиада ойындарында олжа салғандар да аз емес. Қарымы зор қазақ балуандары да барын салып жүлде бөлісіне араласып жүр. Азулылар алысқан Азиядадағы қазақ балуандарының бабы мен бағы жайлы Инчхондағы Азия ойындарына аттанған тілшіміз Амангелді Сейітханов айтсын. Біреу білер, біреу білмес. Давон гимназиумда чемпиондардан көз түрінеді. Түгел түстеудің қажет шамалы шығар. Бірақ грек-рим күресінің алғаш жарыс күнінде мықтылардың күресі маңдымады. Бірін төрешілер орға жықса, ол Иран спортшысы Саид Абдували, дүниежүзінің чемпионы, жартылай финалда Кәріс Джунгтан өте алмады. Өткізбеген қазылар дейді өзі. Қола медаль тағуға қомсынды, тіпті тиесілі баспасөз мәслихатына да келмеді. Тәртібін енді филомамандар қарайтын болады. Және бір шоғыры айтуларды айтамыз, адымын аша алмай жатты. Тағдыр талай деген бар. Алмат Кебіспаев алтын медальға лайықты балуан еді. Бірақ жартылай финалда оны сәтсіздік қуып жетті. Сәл ғана жарақат алып, жарысты тіпті жалғастыра алмайтын болған. Бірақ бекініп қайтадан белдесуге ұмтылды, өкінішке орай финалға шыға алмады. Болады ондай спортта. Бокстағыдай нокаут алдым. Екі ойлы болдың ғой, жалғастыра ма жоқ па деп? Жоқ, ондай болған жоқ. Автоматически сондай кетіп қалды қимыл. Ол жерде ойланып үлгермейсің. Кебіспаевтың жағы қатты зақымданды. Сонда да белдесуін тоқтатпай үздікшіліктен табылды. Айтпақшы, Йемен спортшысы Алқуқалы Хасан да қолын шығарып тынды. Қырғыз Жанарбек Кенжеевпен күрескенде қолын салғыза салып, қарсыласына қайта ұмтылған, төрешілер рұқсат етпеді. Жігіттің Ерұлан екен, өзіміздің Ысқақ. Жартылай финалда ғана сәл кемшін тартып, қола медаль үшін өткен белдесуде Шамнан келген Наузат Салехтің шамасын байқады. Байқаған сол, алай лақтырып, бері аунатып, бар жоғы 1 минуттың маңында таза жеңіске жетті. Бірақ шаттана салмады. Бабымда болған жоқпын. Кішкене тамақ науқасынан қалдым. Осы 1-2 күн бұрын. Қалғандарына шамаң келетін біліп тұрдың ғой деймін? Қалғандардың ар жақта шыққан балуандардың бәрін отыр жүрген балуандар. Ерұланның болашағынан үміт күтеміз. Ақылды екен, әдіс қолдануға тырысады, қимыл ширақ. Айтпақшы, марапаттау салтанаты аяқталған сәтте хабар тілшілеріне қарай жүгірді. Қолындағы шоқ гүлін тапсыру үшін. Жүлдегердің журналистке қарай жүгіре жөнелу сирек оқиға ғой. Азия ойындарында жүрген әріптестер де сүйсінді. Амангелді Сейітханов, Ерсін Мұхамбеталин, Инчхоннан.